Міне, Күлтөбе деген төбе. Хан тағы деп те атайды. Не үшін хан тағы? Ол бұдан бері пайда болған атау. Қазақтың Есім хан, Қасым хан, Әз Тәуке және де басқа хандары ақ кезек көтеріліп хан сайланған. Жорамал бойынша көне Яссы қаласы осы жерде болған. О, Түсінікті. Енді бұның қай жерінен іздейміз? Көзге түсер ештеңе жоқ. Тағы да іздеп көрейік. Анау төбеге шығып көрейік. Мүмкін бірдеңе байқап қалармыз. Самал, қалма. Құпияны шын іздеген адамға шырағдана жарық сәуле жағат деген сөзге іліктеп алмай жатырмын. Мүмкін шын жүрегімізбен іздемей жатқан шығармыз, а? Нұржан, сен не айтып тұрсың? Енді айқайлап іздеуіміз керек пе? О, ата келе жатыр. Ассалаумағалейкум, ата. Ассалаумағалейкум, ата. Уағалейкум сәлем. Сәлеметсіз бе? Балдарым, бағанадан бері мына төбені айналып жүрген сендер екенсіңдер. Иә. Біз жас ғалымдармыз. Көне Түркістан жайлы, көне Ахмет Яссауи жайлы тың деректер іздеп жүрген едік, ата. Тарихыңды білу, құрметтеу, ол азаматтықтың Ата, белгісі. сіз көпті көргенсіз ғой. Көпшілік білмейтін осы жерге қатысты әңгімелеріңіз бар ма? Жұма намазға бара жатырым, уақыт бар сияқты. Әңгіме баршылық балдарым. Мен өзім бұл әңгімені атамнан естігемін. Әлгі кітаптарыңда көп жазыла бермейді. Әлемнің біраз жерін жаулаған Әмір Темір, Ахмет Яссауи бабамыздың қасиетіне бас иіп, оның құрметіне мына кесенені тұрғызбақ болады. Дүниенің төрт бұрышынан ең мықты деген шеберлерді, сәулетшілерді, ғалымдарды алдыртады. Тіпті біраз қажетті тастарды сонау Парсы, үнді жерлерінен тасыпты. Бірақ құрылыстың іргетасы қаланып жатқанда бір күтпеген жағдай болды. Бір күні түнде құрылысшылар демалуға жатқанда үлкен бұқа келіп құрылысты қиратып кетеді. Өзі өте үлкен, әрі асау екен. Құрықтауға адамдардың әлі келе қоймайды. Келесі күні кесене қайта тұрғызыла бастағанда әлгі асау бұқа қайта келіп тағы қиратады. Осылай бірнеше рет қайталанады. Шарасы таусылған көпшілік не істерін білмей отқанда бір данагөй қария кеп, бұл келіп жүрген Ахмет Яссауидің ұстазы Арыстанбаптың әруағы бұқа кейпінде келгені, оның ашу ызасын тудырғаны, ұстаздан бұрын шәкіртіне кесене тұрғызуға қарсы деп түсіндіреді. Содан қалып кеңесе келе Арыстанбап әулиенің басына барып құрбандық шалып ас береді. Міне, Ахмет Яссауи кесенесінің құрылысы осылай басталған екен. Қызық әңгіме екен, ата. Әне, біз өз өлкеміз жайында көп нәрсе білмейді екенбіз. Осы Қожа Ахмет Яссауидің кесенесіне зиярет етушілердің Арыстанбап арқылы келу дәстүрі содан қалған деседі. Сізге үлкен рахмет, ата. Жақсы әңгіме еттіңіз. Жақсы қарақтарым. Сау болыңыз. Егер уақыттарың болса, үйге жүріңдер. Анау көк терек, көк қақпалы, жарайды. сол біздің үй. Қонақ болыңдар. Жарайды балаларым, мен барайын. Рахмет, ата. Рахмет, ата, сізге. Сау болыңдар балалар. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Жүр. Я. Жаңағы қарияның әңгімесі маған ой салды. Ол не ой? Құпия болмаса. Адамдар Ахмет Яссауиге зияратқа келгенде міндетті түрде Арыстанбап арқылы келеді. Қария дұрыс айтты. Жаңағы оқиға сол дәстүрдің негізін қалаған. Бізде осы жерге ісіміз түсіп келіп отырмыз ғой. Сондықтан Арыстанбап арқылы келгеніміз дұрыс болады.
іздеген асығымыз осында болса. Ол жақта неміз бар? Енді жан-жақты айтып жатқаным ғой. Барсақ барайық. Онда тұрған не бар? Жарайды. Осы сендер ақша бір нәрсені шығарып жүресіңдер. Кеттік. Кеш түсіп кетті. Ертелік демалғанымыз дұрыс шығар. Бүгін қатты шаршаған сияқтымын. Менің де аяғым дуылдап. Өзім де келместей. Онда демалайық. Таңертең таза миме ойланамыз. Демалыңдар. Қайырлы түн. Арыстан баба әулие, біз қайта келдік. Түркістандағы асық таппай жатырмыз. Түркістанға бару үшін бірінші сізге келетін дәстүр бар екен. Соны ескердік. Мүмкін айтарсыз. Дәстүрді ұстанғандарың дұрыс болған. Айтсам, Алла сендерге ақыл сана берді. Жолдарыңды өздерің табыңдар. Арыстан баба әулие, мүмкін айтарсыз. Мүмкін бір жолға... Тұрыңдар ей, жандос, тұр. Тұрма басанбай. Құр қалдыңдар. Түсімде Арыстан баба әулиені көрдім. Мен түсімде Арыстан баба әулиені қайта көрдім. Иә? Рас па? Қалай болды? Мен одан асықтарды сұрадым. Ол не деді? Өздерің табыңдар деді. Жақсы ақыл айтыпты. Бұл әзіл ма? Шын айтам. Уәлләхи билләхи. Міне жол үстінде тұрмыз ғой. Көрдім. Басқа өзгеше еш нәрсе байқамадың ба? Сосын қара көзілдірік киген, қара костюмдегі бір кісіні көрдім. Бірақ ол еш нәрсе айтпады. Кетіп қалды. Ал жиын дедің ба? Жай елес болған шығар, Нұржан. Сендер мені бала көріп тұрсыңдар ма? Шын айтам, көрдім. Мақұл. Сосын Арыстан баба әулиенің қолында шам шырағдан болды. Шам? Шырағдан? Қалай басым жетпеген? Мен әулие кісінің не айтқанын енді түсіндім. Нені? Нені түсіндің? Нұржан, Түркістанға қарай кеттік.
туф күніңіз Грация. Мынандай күн Керемет. ыстықта неге келдік бұл жерге? Тым қызық жоқ. Ай, сен де айтасың ау. соны айтам да, одан да бассейнге ма шомылатын жерге бармадық па? Ажара, жаным. Ау. Антонио, қонақ қой. Ескерткіш арматура көргісі келді. Арматура емес, архитектура. Бәрібір емес па? Бәрібір қонақтың емес. көңілін қалдырмайық, күнге келіп атқан жоқ. Бәрі чики-чики болсын. Керемет. Антониоға ұнады-ау деймін. Мамма мия! Грация! Коша! Ренессанса казахо цивилизиано! Круто! Кезі сені жома. Жома? Не деп жатыр? Иә, базар жоқ. Ол кезде де қазақтың қыздары әдем болған. Иә, әдемі болған. Сенер жома. Ахмет Яссауи. Философи. Суфизмо. Круто! О, Антонио, Яссауи бар ғой, крутой, бай жігіт болған. Бай болмаса, өзіне осындай үй салдыра ма, Дұрыс па? Сеньори. Историшін лемоно. Фото. Фото. Базар жоқ, кел, жиналыңдар. Тоқтаңдар, дайындалып алайын. Окей. Ортаға тұр. Ажара, суретке түсіре сал. Біз мына жаққа қарап тұрамыз. Жома, менше. Жома, ана кепкаңды түзеш. Антонио. Кепкаңды түзесей. Оп. 1, 2, 3. Тағы. 1, 2, 3. Түсірем. Тағы да 1, 2, 3. Түсірем. Грация, сеньор. Рахмет. Антонио, мынау кесене. Қазір ішіне Жома. кіреміз. Окей. Өзің бәрін көресің, тамашалайсың. Яссауи бабамыздың тарихымен танысасың.